Assalamualaikum қазақ елі. Кімде 2-4, 2 азы мотор бар, көліктер бар. Camry болсын, Estima болсын, тағы да бірнеше маркалар бар ғой, 2-4 мотормен жүретіндер. Солардың аурулары мына астында май құйылып тұратын жерде балансировочный вал дейді. Балансирді жасайтын вал бар. Соны ішінде мынандай, мынау ғой, кәне көрсетші люфтті. Міне, осындай люфт болады. Ішіндегі пластмастар үгітіледі. Ана майды соратын не бар ғой, насос. Соған барып бітеліп, содан кейін цилиндрдің ішіне май жетпей, моторларымыз тозады. Сондықтан мұнан арасында қазір көрсетеміз. Ремкомплект дейді. Жөндейтін нелері бар, қосалқылары. Соны ауыстырамыз қазір, соны көрсетеміз. Ауыстырып қойсаңыздар, арға жүреді. Таңертең моторларыңыз от алдырғанда чар ете түседі ғой. Сол осының кеткенін белгісі. Мотордың астындағы герметиктарды осындай темір щеткамен тап-таза алып тастау керек. Дұрыстап отыр. Балансировканың балын ауыстыру жұмыстары осылай. Көрдіңіздер ма? Шақпен қырып, анауына үстіне осылай тазалап тастағанды. Ликвимоли деген май қоямыз. Жақсы май негізі. Моторда майларыңызды аямаңыздар. Жақсы май құйсаңыздар, моторларыңыз жүріп береді. Жемейді де майды. Мотордың астын кәдімгідей өстіп бензин құйып, ішіндегі жиналып қалған майдың бәрін өстіп жағып жібереді. Толықтай дезинфекциясын жасап істейді. Тап-таза болып, күйіп, жанып, бүкіл майдың бәрі, жабысқан майдың бәрі күйіп кетеді, жанып кетеді. Осындай сәрекет жасаған. Тап-таза қылды. Қане, үзіліп қап па ішіндегі? Мені фиксатор үзіліп қалған, мына фиксатор үзіліп қалған. Мен арада резинкені ұстап тұратын ғой. Резинкені ұстап тұратын қолы. Қал ішіне ашам. Тұрып алайық қал. Қатардың орнына қой беріп қой. Міндетті де.
Шығару процесті. Иә. Қыздалып тұрады мына қана. Қыздалып тұр, иә? Сонда шығарады. Босатылды. Қазір ішіндегі пластмастарды көреміз, иә? Ішінде резина. Резиналар, иә? Соғып тұстайды көрінген. Тесік үлкейіп кетеді көрдіңіз бе мынаның ішіндегі? Тесіктерді көрдіңіз бе? Үлкейіп кетеді, сосын люфт. Сол қолдаған осыдан шығады. Моторды арылайтын. Иә. Мына үлкейіп кеткен көрдіңіз бе? Мына саусақ сияқты көрдіңіз бе? Иә. Мына симол керек, кішкентай болу керек. Қазір мына салғанда көрсетеміз, иә? Иә. Салғанда көрсетеміз. Ағаш бір қатты болышты. Оны жүргізді. Мынандай қосалқылары сатылады. Негізі Алматыдан талмай ғой, Өскеменде бар. Ағаш тоқыған, е? Әне, ұшқанда соғылғанда да темір сияқты шығады екен. Соғылады екен, дауыс шығады. Әне. Баласин хард раппар кит дейді, не? Жапан дейді, мынау. Нөмірін жазып алыңыздар, ертең бұның керек болса алып жатсаңыздар, осындай іздеп тауып аласыздар. Ашайын ба мынан? Ағаш сияқты болып кеткен ғой, міне. Осылай болып тұру керек. Осылай болу керек. Артынан қарппен де пересің ғой, е? Әйтеу қарп шығарған адамға рахмет, е, мұнда бір. Көп жерде көмекші ғой. Саған мыңда бір рахмет. Жәнегі сияқты, саусақ кірмейді, е? Және саусақ кіріп кеткен. Және саусағыңыз бұлай кіріп кеткен. Иә. Саусақ бұлай кіріп кеткен. Енді мұны кірмейді ғой, көріңіз. Осыны Camry жүргізетін, Estima жүргізетіндер 2-4, 2 азет деген мотор, е? Бәрден осыған мұқият қарауларыңыз керек. 2-5 де бар. 2-5 де бар дейді, е? Әрқайсысының өзінің тесігі бар. Соған кіріп тұр, е? Қайтадан престеп, орнына отырғызу. Oldu mu? Және солқылдап тұрып еді ғой. Енді міне жылжымай. Еше қозғалмайды ғой. Сол тұру керек қой. Иә. Болды. Көрдіңіздер ғой, осылай болу керек, ағайын. Орнына қойып жатырмыз енді. Қазақтар мәшін жөнелмей деп айтқандар міне сезірге. Өзіміздің қазақ бауырларымыз. Тек қана осында келеміз. Ондай ұғынымды бастарыңыздан алып тастаңыздар. Қазақтар мәшін жөнелмейді деген. Кіммен көріс бана? Жәнегі рәзіңкелерді ауыстырмасаңыздар, шәшіледі да, мұнан ішін бітейді. Соңген ішіне моторға
май бармай қалады. Мына сетканың бәрі бітеледі де, талай машина солай келді. Қызыл лампочкалары жанып. Мынаның іші бәрі бітеліп тұрған, май жүрмейді. Май жүрмегеннен кейін мотор ашылан қалады, тоқылда қалады. Ертең күні содан кейін цилиндрдің іші тырналып қалады. Бітеді, уақытында ауыстыру керек. Комментарий жаз кетіндегі. Пікір жазыңыздар. Сонген ана герметик дейді ғой. Герметик алғанда жақсынан алып дирко дейді ғой. Көбінесе осындай жақсы қолданған дұрыс қой, негізі өзіңізден аямай. Негізі ғана бір арзандарды пере салады, кейбірлерде бола береді негізі. Бірақ та өзім... Ау? Ұстамайды дұрыстап. Герметиктен басқа нәрсеге тұрмайды, резинка прокладкасы болмайды. Мынау прокладка сияқты өзі? Осылай тап-таза қып, ішін бәрін жуып шайып, отқа жағып, және көрдіңіздер ғой, бензинін құйып ішіне. Қайтадан орнына қоятын жұмыстары жүріп жатыр. Герметик жағып болғаннан кейін бір қанша минут кептіріп алу керек, кептіріп тоса тұру керек. Сонда мынау өзі не сияқты болады ғой? Прокладка дедім ба? Прокладканың міндетін атқарады. Міне, осымен мотордың астын жауып жатырмыз. Мына коллектордың бәрі шешілген, көрдіңіздер ме? Әйтпесе мотордың асты алынбайды. Елдар деген бауырым, міне. Келіңіздер, кез келген ахуалды жөндеп береді. Көліктікін адамдікін емес. Көліктің ахуалын жөндеп береді. Сұңқар деген техникалық қызмет көрсету станциясы. Адам біздің қазағымыз үйреніп алған ғой, СТО деп. ТХКС деп айту керек. ТХКС. Техникалық қызмет көрсету станциясы. Сұңқар. Ахмет Қайым. Қайым Мұхамеджанов көшесі 14Б ғимаратында. Жанында көлік жуу бар. Бірінші пистолетпен тартады да, қолымен қайтадан тексеріп, бәрін айданып шығады. Көрдіңіздер ме? Вы ходите, не надо здесь стоять деген сияқты әңгіме жоқ, орындықты қойып қарап отырасыз. Бірге әңгімелесіп, чүңкілдесіп, қазақтар айтпақшы.